Баршаңызға қайырлы күн көрермен. Бүгін сіздермен үй жағдайында бургер дайындайтын боламыз. Ол үшін фаршымыздың үстіне тұзымызды, бұрышымызды салып, жақсылап қасықтың көмегімен араластырып, содан соң қолымыздың көмегімен ұрғылап, дөңгелек пішінге келтіріп, духовкамызда 15-20 минуттың көлемінде 200-250 градуста пісіріп аламыз. Осы аралықта ашып тұрған қамырыңызды дөңгелек пішінге келтіріп, жылы жерге бетін жауып тұндырып қоясыз. Өте пышный болып көтеріліп тұрады. Содан кейін осы котлеттердің артынан жаңағы булочкилерімізді салып аламыз. Оларды тоже 20-25 минутта 180-200 градуста пісіп шығады. Міне біздің булочкилеріміз дайын. Тестасына не қосқанымды астында описание бөлімінде жазып қалдырамын. Булочкилер өте жұмсақ болып піседі. Келесі кезекте бізге керекті ингредиенттерді түгелдеп алайық. Осындай шпажки керек болады, булочки, чизбургер деген плавленый сыр қажет болады. Одан кейін кетчуп пен майонез араластырдым, салат жапырағы, помидор, огурцы және пияз керек болады. И жаңа дайындап алған котлетаймыз. Булочкилерімізді осында екіге бөліп, ортасына жаңағы смесімізді салып, үстінен салат жапырағын қоятын боламыз. Салат жапырағының үстінен сразу котлетымызды қоямыз. И каждый раз осындай сместі қосып тұрамыз, сонда сочный болып шығатын болады. Котлетымыздың үстінен қызанағымызды, 2 огурцымыздың үстінен 2 пиязымызды қойып аламыз. Пиязымыздың үстінен жаңағы плавленый сырымызды қойып аламыз. Бургеріміз дайын болғаннан кейін 3-4 минуттың көлемінде духовкаға салып алсаңыз, осы сырымыз еріп, бургеріңіз өте дәмді болып шығатын болады. Содан кейін булочкиміздің үстіңгі бөлігіне де жаңағы смесімізді жауып, шпажкидің көмегімен қыстырып қоямыз. Міне біздің үй жағдайында дайындалатын бургеріміз дайын. Макдональдсте сатылатын бургердің ешқандай кемдігі жоқ. Сіздер де жасап көріңіздер, өте оңай және де дәмді. Үй ішіңізді бургер жасап қуантыңыз. Менімен бірге болғандарыңызға рахмет. Видеоның соңына дейін көргендеріңізге тоже рахмет. Сіздермен болған Салтанат.